Әйелі екі қабат болып, бірнеше жылдан бері перзент көрмей жүрген. Сол Алла тағаладан перзент сұрай береді екен. Ұл перзент бер деп. Ұл перзент бер, ұл перзент бер. Және айтады екен: "Я Алла, егер ұл перзент беретін болсаң, мына үстімдегі киімімнен басқа бүкіл барымды мен Алла жолында садақа жасайын" дейді екен. Содан уақыты ай күні жетіп, әйелі ұл бала перзент босанады. Ол өзінің нәзірінде тұрып, уәдесінде тұрып, бүкіл дүниесін садақа жасайды. Шейх Сағди айтады: "Мен сол ауылдан Шам сапарынан келе жатып, бірнеше жылдан кейін өттім" дейді. Сұрастырдым дейді әлгі дәрвиштің ахуалын. Осы бір перзент көріп еді, соның баласы не болды десем, маған адамдар айтты дейді. Оның баласы сәл өскеннен кейін арақ ішіп, біреуді өлтіріп қойып қашып кетті дейді. Оның орнына анау өлтірілген адамдардың иесі мынаның әкесін шынжырлап байлап зынданға сап тастады дейді. Оның ахуалы сондай деген нәрсені естіп